Баршаңызға сәлематсыздар ма, қалдеріңіз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, осындай өте ерекше әдемі үй аяқ киімін тоқып көрсететін болып. Бұрынғы аяқ киімдерге қарағанда кішкене өзгеше болсын деген ниетпен өзімнің фантазияларымды қосып, осылай аяқ киім шығардым. Өте әдемі. Өте жақсы тілектеріңізді жазып, мені үнемі қолдап отыратын ханымдар, сіздерге көптен көп рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар, өте қуанышты боламын. Бұл жерде тек қана қызығушылықтарыңыз болса болды, оп-оңай, тез үйреніп кетесіздер, қорықпаңыздар, кірісеміз. Баршаңызға сәттілік, бастаймыз. Алдымен тоқымамызды бастамас бұрын бізге қажетті зат, әрине ол табан. Менде табан 44-ші 45-ші размер деп көрсетіліп тұр, бірақ бұның жібі ішінен тоқылғандықтан бұл 2-3 размерге кимейді. Мен 41-ші 42-ші размерге тоқимын. Егер қолыңыз бос болса, бос тоқсаңыз, онда 2 размерге, тартып тоқсаңыз 3 размерге кимейді. Содан кейінгі бізде жібім, менің осындай жіп енді Пиндодадан заказ беріп алдыртқанмын, бір қабатпен тоқыдым. Крючок менде 2 мм. Керекті заттар, маркер, қайшыңыз болса болды. Міне біздің бұл табанымыз, әрбір шетінен жібі осылай тігіліп дайын тұрады. Осы жіп, әрбір жіптің астынан 2 рет ілмек ілу арқылы тоқитын боламыз. Ол үшін не? Осы жобадан жіптің астынан крючогымызды кіргіземіз. Бұл әрине көпшілікке белгілі, көпшілік қыздар біледі деп ойлаймын, бірақ ең алғашқы үйренгісі келетін қыздар болса, мұқият көрсетіп отырмын. Осылай іліп кіргізіп аламыз да, осы кіргізген крючокқа жұмысшы жібімізді іліп аламыз. Іліп алдық та, астынан шығарамыз. Астынан шығарып, жібімізді ұшын былай ұстап отырамыз басып, сол арқылы ортасына қосылып кетеді. Жібімізді орап, тағы да бір осы алған жібімізден өткіземіз. Мінекей, бір ілмегіміз біздің дайын. Енді осы жіптің ішінен тағы да бір ілмек іліп аламыз. Қайтадан кіргіземіз. Қайтадан жіптің астына кіргіздік. Мына ұшын бұлай крючоктың үстінен қоямыз. Тек жатқыза қоямыз осылай. Бүйтіп басып ұстап отырамыз. Сол арқылы ортасына кіріп кетеді. Қайтадан манағыдай мінекей жіп іліп алып, сол қоңыр жібіміздің астынан тағы да өткіземіз. Крючогымызда 2 жіп болды. 2 жіп. Жібімізді орап, тура осы 2 жіптің ішінен өткіземіз. 2 жіптен өткіземіз. 2 жіптен өткіземіз. Бұл жерде 2 жіптен өткіздік. Енді тура осыны қайталаймыз. Әрі қарай мінекей келесі жіптен де тағы 2 рет. Біріншісі мынау өткіздік. Мына ұшын үстіне қойдық. Мына ұшын осылай қойдық. Ұстап отырдық. Бір жіп іліп алдық. Міне 2 болды крючогымызда. Жіп орап, ораған жібімізді 2-інен өткіземіз. Мінекей біреу. Енді тағы осы жіптің астынан, қоңыр жіптің астынан екіншісін өткізіп атырық. Мінекей осылай екіншісін өткіздік. 2 ол, тағы да 2-інен жіпті орап бір өткіземіз. Мінекей біздер мынадай бір қоңыр жіп, 2 қоңыр жіпті өткіздік. Мынадан 2, мынадан 2 ілмек. Каждый жіптен 2 ілмектен тоқыдық. Енді мына үшіншісін тағы бір көрсетіп жіберейін. Міне, бұлай кіргіземіз. Мына жіпті үстіне қойып, жіп орап,
міне өткіздік. Екеу ол жіпті орап, екеуінен бір шығарамыз. Міне бір шығарамыз. Енді екіншісі. Жіпті кіргіздік. Жіп суырып алдық. Крючогымызда екеу ол бір, екі. Жіпті орап, екеуінен бір шығарамыз. Мінекей. Әрі қарай келесі жіптен өткіземіз. Тура осыны қайталап, келесі жаққа дейін, қарама-қарсы жаққа дейін өткізіп шығамыз. Мінекей, жібімізді суырып алдық. Крючогымызда екеу ол, екеуінен өткізгенде міне бір жіп болады. Қайтадан екіншісін өткіздік. Крючогымыздың үстіне мына ұшын тастаймыз. Жіп суырып аламыз. Крючогымызда қайтадан екеу болды. Жіпті орап, екеуінен бір шығарамыз. Мінекей, тура осыны осылай болып шыға бастайды. Әрбір мына жіптен екі рет алып отырамыз. Сонда осындай болып жегі пайда болады. Осыны айналдырып, келіп, мінекей, мына қарсы бағытқа дейін осылай тоқып шығамыз. Сосын тағы да қайталап айтатын боламын. Мінекей, айналдырып келіп, осылай қарама қарсы бағытта түзу сызық бойымен тоқып алдық, Енді әрі қарай осы жерден екі воздушный петля көтереміз. Мінекей, бір, екі. Тоқымамызды айналдырамыз. Енді әрбір мына көрініп тұр ғой, сіздерге әрбір мына тесіктерінен, әрбір петляларынан бір-бірден накидым жүргізіп тоқимыз. Жіп орау арқылы. Жіп орадық. Келесі петлядан кіргізіп крючогымызды, жіпті суырып алып, алғашқы жіп орап алғашқы екеуінен бір шығарамыз. Крючогымызда екі жіп қалды, енді екеуінен бір шығарамыз. Жіп орап, ораған жібімізді мына екі ілмегімізден бір шығарамыз. Енді әрі қарай жіп орап, келесі петлямызға кіргізіп, тура осыны қайталай береміз. Жіп суырып алдық. Бізде крючогымызда үш жіп болды. Бір, екі, үшеу. Жіпті орадық. Алғашқы екеуінен бір шығарамыз. Екеу қалды бізде. Жіп орап, қайтадан осы екеуінен бір шығарамыз. Әрі қарай тағы бір көрсетіп жіберейін. Жіп орап, келесі петлямызға кіргізіп, жұмысшы жібімізді шығарып, жіп орап, алғашқы екеуінен бір шығарамыз. Жіп орап, соңғы екеуінен бір шығарамыз. Осыны қайталап, айналдырып, келіп, осы жерге дейін тоқып аламыз. Сосын әрі қарай тағы да түсіндіретін боламын. Біздер ең бірінші қатарды әрбір мынадай жіптерінен екі рет без накид жай ілмек ілу арқылы тоқып шықтық. Ал екінші қатарды жіп орау арқылы с накидым. Осылай мына жерге дейін тоқып шығып, мына жерден қайтадан бері қарай келіп с накидым тоқыдық. Енді әрі қарай үшінші қатарды біздер қалай тоқимыз көрсетейін. Тура осы жерден екі воздушный петля көтеріп аламыз. Жіп орап, біреу, тағы да жіп орап крючогымызға екеу. Тоқымамызды айналдырамыз. Енді жіпті ораймыз. Мына сырт жағынан, бірінші сырт жағындағы әрбір петлядан алдық қой, енді олай алмаймыз. Сырт жағындағы бір столбик, бірінші столбигімізден көрініп тұр ғой, крючогымыздың темірі. Сырт жағынан осылай
бірінші столбигімізден аламыз. Мінекей жіпті орап алдық та бірінші столбиктен тура осылай алып жібімізді орап, мінекей қазір крючогымыздың цветі дұрыс көрінбейді. Кішкене серый болғасын жерде дұрыс көрінбей тұр. 3 жіп болды. Тура манағыдай 3 жіп болады. Жіпті орап, алғашқы екеуінен бір аламыз. Жіпті орап, соңғы екеуінен бір аламыз. Қайтадан жіпті орап, енді мына сырт жағынан алдық. Енді іш жағынан аламыз. Мінекей. Мына столбиктен аламыз. Мына столбиктің белінен деп айтайын, енді түсінікті болу үшін міне бұлай бер жағынан кіргізіп, бұлай шығарамыз. Тура осылай іш жағынан, бір іш жақтан, бір сырт жақтан сөйтіп кезектестіріп алып тоқимыз енді бұны. Мінекей. Тағы да 3 жіп болды. Жіпті орап, алғашқы екеуінен бір аламыз. Мінекей, соңғы екеуінен бір аламыз. Қайтадан жіп орап, бұны іш жақтан алдық. Енді сырт жақтан аламыз. Мінекей, сырттан кіргізіп, міне осылай аламыз. Көрініп тұр ғой? Жіпті орап, мінекей осылай шығарып аламыз. 3 болды. Жіпті орап, алғашқы екеуінен, жіпті орап, соңғы екеуінен. Қайтадан жіп орап, енді қайтадан іш жақтан, мінекей. Тура осылай алып, әрі қарай жалғастырып тоқи береміз. Жіпті орап, екеуінен бір аламыз. Жіпті орап, соңғы екеуінен бір аламыз. Тура осылай. Енді қайтадан сырт жағынан. Крючогымызда 3 болды. Жіпті орап, алғашқы екеуінен бір, соңғы екеуінен бір шатастырмаймыз. Бір сырт жағы, бір іш жағы. Енді іш жағы. 2 іш жақ, 2 сырт жақ болып кетпеу керек. Мұқият осылай қадағалап отырсаңыздар, арғы келесі қатарларда оңай болады. Өзі сурет бойынша көрініп тұрады. Осы бойынша мынау іш жағынан алған. Бер жағына шығып тұрған жағы іш жақ, ар жағына кіріп тұрған жақ ол ар жағынан алатын жақ. Тура осыны 6 қатар тоқып шығамыз. Сонда әдемі ол осылай шыға бастайды. 6 қатар тоқып аламыз. Осылай келіп, мына жаққа дейін бір қатар, 2 воздушный петля көтеріп, қайтадан бұлай айналдырып, осы жағынан тағы да тоқимыз. Осылай 6 қатар тоқимыз. Сонда біздің 6 қатарымыз осылай әдемі болып түсе бастайды. Осылай 6 қатар тоқимыз, содан кейін қысқарту. 6 қатар тоқып алғаннан кейін тағы да түсіндіретін боламын қысқартуды. Тоқып алай қалдымен. Міне 6 қатар тоқып бітірдік. Өте әдемі шықты. Енді әрі қарай бізде қысқартуды алдымен 2 воздушный петля көтеріп аламыз. 1, 2. Тоқымымызды айналдырамыз. Алдымен крючогымызға жіпті ораймыз. Мұқият қарап аламыз. Мінекей. Енді сырт жағындағы, столбик сырт жағындағы үстінен емес, мынадай тура манағыдай қабырғасынан аламыз. Мінекей, мына жағынан кіргізіп, мына жағынан шығардық. Солай жібімізді ораймыз да бір ілмек іліп шығарамыз. Крючогымызда 3 болды. Жіпті орап, алғашқы екеуінен шығарамыз. Енді аяқтамаймыз. Осы екеу қалғаннан кейін
крючогымызда 2 жіп қалғаннан кейін қайтадан жіп орап, енді іш жақ. Міне, мына сырт жағынан енді іш жағындағы столбикіне жанынан өткіздік. Жіпті орап, ілмек іліп ағамыз да. Бізде 4 болды, алғашқы екеуінен. Алғашқы екеуінен шығарамыз. Крючогымызда 3 жіп болды, үшеуінен 1 шығарамыз. Үшеуінен 1 өткіздік. Міне, бізде қысқарды, сыртқы столбик пен ішкі столбик, мінекей бізде 1 столбик болды. 1 столбикке қысқарды. Осылай, тура осылай істей береміз. Ары қарай, мына қарсы бағытқа дейін осылай қысқартып шығамыз. Қайтадан тағы көрсетіп жіберейін. Жіпті ораймыз. Сыртқы жағындағы столбиктен бұлай, көрдіңіздер ме? Жанынан алып алдық. Ілмек іліп алдық. 3 болды. Жіпті орап, алғашқы екеуінен 1 өткіземіз, сонда 2 қалды. Аяқтамаймыз. Қайттан жіп ораймыз да, іш жақтағы столбиктен алып кетеміз. Іш жақтағы столбик. Жіпті орап, 1 ілмек аламыз. Сонда крючогымызда тағы да 4 болды. Манағыдай қайталап көрсетіп жатырмын. Алғашқы екеуінен 1 шығарамыз. 3 қалды, енді 3-інен 1 өткіземіз. Жіпті орап, ораған жібімізді 3-інен өткіземіз енді. Сонда сырт жағы столбик пен іш жақтағы столбикті біздер 1 столбик қылып қысқарттық. Бізде енді манағы біріншісі 1, мына екіншісі 4, сонда 2 болып қысқарып қалды. Тура осыны енді тағы бір көрсетіп жіберейін. Жіпті ораймыз. Сырт жағындағы столбиктен көлденеңнен өткізіп, жібімізді шығарып алып, 2-інен 1 аламыз. 2 қалғаннан кейін жіпті орап, аяқтамай, іш жағындағы столбиктен өткізіп, жіп суырып, жіп шығарып алып, ораған жібімізді алғашқы 2-інен 1 шығарамыз. 3-інен 1 өткіземіз. 3-інен 1 шығарамыз. Тағы бір столбик бізде қысқарды. Тура осыны айналдырып келіп, қарама қарсы бағыттағы ұшына дейін тоқып аламыз. Сосын әрі қарай көрсететін боламын. Бұл бізде қысқару. Қысқарту қатарында айналдырып келіп, мына шетіне дейін жеттік, өте әдемі шығып жатыр. Енді әрі қарай көрсетейін. Міне 1-2 воздушный петля әдеттегідей көтереміз. 1-2 тоқымамызды айналдырамыз аяқ киімімізді. Мана аяқ киіміміздің іш жағындағы столбиктердің бәрін қысқартып тастадық. Бізде енді мына сырт жағындағы столбиктер қалды. Енді іш жақ, сырт жақ деп айналдырып отырмаймыз. Барлығы да міне сырт жағынан, аяқ киіміміздің сырт жағынан алып отырып тоқимыз. 3 болды крючогымызда. Алғашқы 2-інен шығарамыз, соңғы 2-інен шығарамыз. Жіпті ораймыз. Столбигіміздің бас жағы емес, жанынан алып, жанынан шығарамыз столбигіміздің. Тура осылай. Әрбір сырт жағынан тоқи береміз. Алғашқы 2-інен, соңғы 2-інен. Жіпті ораймыз. Келесі. Енді мына жағына алмаймыз. Ол жағы бізде қысқарып қалды. Осылай 3 болды.
жіп торап алғашқы екеуінен бір аламыз, жіп торап соңғы екеуінен бір аламыз. Тура осыны қайталап, тоқымамыздың келесі жағына дейін тоқып шығамыз. Осылай айналдырып келіп, мына жерге дейін тоқып шығайық. Содан кейін түсіндіремін қалғанын тағы. Міне бұл қатарды да бітірдік. Бұлай айналдырып келіп, мына жерге дейін тоқып қойдық. Мінекей. Енді соңғы рет айналдырып алайық. Содан кейін барып, мінекей, соңғы рет айналдырып тоқимыз да, мына үстіндегі узорын бастайтын боламыз. Енді бір соңғы рет айналдырып, тағы бір рет жүргізіп шығамыз. Алғашқы 2 воздушный петля көтердік. Тоқымамызды айналдырамыз, жіпті ораймыз. Әрбір енді мына, енді сырт жақ қой, бізде іш жақтың бәрі қысқарып қалды. Сырт жақтағы столбиктен алып тоқимыз, тек осылай. Алғашқы 2 ілмектен, мына ендігі соңғы 2 ілмектен аламыз. Әрі қарай жіп орап, келесі столбиктен жіп суырып алып, 3 алғашқы 2-нен өткізіп аламыз, жіп торап, соңғы 2-нен өткізіп аламыз. Тура міне осыны айналдырып келіп, мына жерге дейін тоқып, осы жерден аяқтайтын боламыз. Сосын бетінің узорын бастаймыз. Міне бітірдік, шетіне жеттік. Енді қиып тастап жібімізді суырып алып, осылай әрлі-берлі әрбір петлясынан болсын, жіптің ортасынан болсын, осылай жүргізіп жоқ қылып жібереміз. Осылай. Осылай бір байлап жіберейік. Осы жерден кесіп тастаймыз. Арасына салып тоқып жібереміз. Енді әрі қарай үстін тоқитын боламыз. Бізде осы узор. Енді бетіндегі узорын бастайтын боламыз. Бұлай қарай. Ол үшін 4 петля, бірінші 4 петлядан бастаймыз. Мінекей крючок тұрған 1, 2, 3, мынау шетіндегі 4-шісі. Осы 4 петлядан накидін тоқып, жіп орау арқылы тоқимыз. Алғашқы бірінші қатарымызды осылай тура түзу сызық бойымен тура ортасынан 4 петляны белгілеп аламыз. Шатасам десеңіздер, мына 4-шісіне маркер қадап қойсаңыздар болады. Я болмаса санап отырып тоқисыздар. Жіп іліп алдық бірінші петлядан. Ұшын сәл қалдырсақ болады, осылай кішкентай. Жіп орап, бір петля көтеріп аламыз. Енді жіп орап келесіден бұл жай ілмек іліп алдық біріншісін, екіншісін мінекей жіп орау арқылы 3 болды. Алғашқы 2-нен бір аламыз, соңғы 2-нен бір аламыз. Енді келесі петляда мына жіпті ұстап отырамыз, бірге қосылып кетеді арасына ұшын. Жіп суырып алдық,
алғашқы екеуінен бір алдық, соңғы екеуінен бір алдық. Бұл 2 сына кидім тоқыдық, 2 столбикті. Мына біріншісін тек жай ілмек ілу арқылы тоқығандықтан, мына жағында тек ілмек ілу арқылы аяқтаймыз. Төртіншісін жай мінекей, жай жіп, жұмысшы жібін іліп алдық, жіп орап, екеуінен бір шығардық. Тура осы жерден енді маркермен белгілей тұрамыз, ұстата тұрамыз. Мына артық жіпті келесі тоқып атқанда қосып кетсеңіздер де болады, я болмаса қиып тастасаңыздар да болады. Енді әрі қарай екінші қатарымызды тоқимыз. Ол үшін міне бір, екі, үшінші петлядан өткіземіз. Сонда 2 петля аттап, үшінші петлядан жіпті іліп аламыз. Бұлай өте тартылып та қалмау керек, бос та болмау керек. Осылай тұрса жеткілікті. Бұлай қолымызбен ұстап отыру арқылы арасына тоқылып кетеді. Қолымызбен ұстап отырамыз да. Бұл жерден бір ілмек іліп аламыз, жай ілмек. Іліп алып, жіп орап, енді манағы осындай жай ілмек іліп алдық қой, сол жерден бірінші петлядан кейінгі. Сонда сына кидім мен, без накидтің ортасынан жіп іліп аламыз. Екеуінен бір өткіземіз де қайтадан жіпті орап, тура осы жерден узорымызды шығарамыз. Екеуі 2 рет алғанда, мынау екінші рет алып жатырық, бір жерден бір петлядан 2 рет алдық. Бұл бізде бір узор болып есептеледі. Бір узор. Енді жіп орап, келесі 1-2 столбиктан кейінгі соңғы столбиктің алдындағы жерден тағы да осындай 2 столбик шығарып, бір узор, 2 столбиктан бір узор шығарамыз. Біреу маркердағы жібімізді қосып аламыз, жіпті ораймыз. Екіншісін аларда, үшеу болды ғой, мына маркердағы жібімізді қоса аламыз. Қоса алып, алғашқы үшеуінен бір аламыз, екеу қалды. Жіп орап, соңғы екеуінен бір аламыз. Түсінікті ма? Сонда бізде 2 узор пайда болды. Міне, 1-2, бұл бір узор, мынау 2 узор. Басында бірінші қатарда тек қана бір узор, мынау 2 узор. Келесі үшінші қатар 3 узор, 4 узор, кішкене түсіндіріп жіберейінші. Міне бір узор, міне 2 узор, 1-2-3 узор, 1-2-3-4 узор, мынау 5 узор, 1-2-3-4-5 узор, 6 узор, 7 узор, шетінен біреу қосыла береді. Сондықтан олай өсім арқылы осылай әдемі болып шыға бастайды. Ол бізде екінші қатар. Енді әрі қарай қалай істейміз? Әрі қарай тағы да кіргіземіз де жай ілмекпен бірінші, екінші петляны тастап, үшіншісінен екеуінен бір аламыз. Осы жерден маркермен белгілеп қоямыз. Екінші қатар бұл бізде. Енді үшінші қатарды да көрсетіп жіберейін бірлеп. Сосын әрі қарай өздеріңіз тоқи бересіздер. бір, екі, үшіншісінен менің аяқ киімім
Енді әрі қарай жіпті орап алдық. Енді міне көрініп тұр әрбір 41-ші, тесіктерге. 42-ші размерге Ең барады. бірінші осылай. Осы жерден екі столбик бір жіп орап алып, мынау екіншісі. Бұл жерде енді 3 узор болады, жіпті орадық. Міне тура ортасынан кетіп, мынау бір узор, екі узордың ортасынан. Мынау бір, екінші столбик бұл бізде. Әрі қарай жіп орап, енді шеткі соңғы столбик. Осы жерден бірінші столбигіміз. Жіп орап, екінші столбик тура осы жерден алғаннан кейін мына крючогымыздағы жіпті, маркеріміздегі жіпті қоса аламыз. Жіпті орап алып, алғашқы үшеуінен бір өткіземіз. Алғашқы үшеуінен бір өткізі, крючогымызда екеуі алып, екеуінен бір өткіземіз. Міне бұл бізде үшінші қатар. Енді тура ар жағында қалай қылдық? 1, 2, 3 петлядан өткіземіз. 4-ші петлядан жібімізді өткізіп, жай ілмекпен, жіп орамай, жай ілмекпен, без накид. Бұл осы жерден тағы да маркерімізді кіргізіп қоямыз да, әрі қарай 4-ші қатарды бастаймыз. Тура осылай 4 узор, келесі қатар 5 узор, 6 узор, сөйтіп өсіммен тоқып шығасыздар. Сосын шетіне келгеннен кейін, осы узорды бітіргеннен кейін мына жердегін көрсете қоямын. Ол өте оңай. С накидін жіп орап тоқимыз, және жай накидпен тоқып шығамыз. Сонымен тоқымамызды аяқтаймыз. Міне 8 қатар тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екі жағында да бірдей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді бізде қалды мына жері. С накидім жіп орап, тура осы жерден мына жерге дейін, мына маркерға дейін тоқып шығайық. С накидім. Содан кейін айналдырып келіп, полный екі жанын, міне, мына екі жанына дейін без накид, тек ілмек ілу арқылы, міне, осылай тоқып шығамыз. Сонда екі жүргіземіз. Мына жерден мына жерге дейін жүргіземіз, содан кейін полный без накид жүргіземіз. Тек ілмек ілу арқылы. Тек қана сол қалды бізде енді. Әрі қарай тоқиық. Не? Енді ең ұшынан маркерімізді кіргізіп, жібімізді суырып аламыз. Жұмысшы жібімізді. Қазір ыңғайлы қойып алайын. Енді мынаны былай тартамыз жібімізді. Тартылып қалмау үшін бірдей қылып жібімізді орап, әрбір петлясынан с накидім жіп орау арқылы. Әрбір келесі петлясынан. Енді манағыдай узор шығармаймыз, тек қана тура осылай жүргізіп шығамыз. Әрбір міне тесіктерінен әрбір петля, міне, қазір. Міне әрбір петлясынан бір-бірден тоқып шығамыз.
жіпті орап, келесі мынаны ұстап отырамыз, мына осы арасына тоқылып кетеді ұстап отырғанда. Жіпті орап, қайтадан келесінен екеуден біреу. Осылай тура, осылай, мына маркер тұрған жерге дейін тоқып шығайық. Міне шетіне де жетіп қалдық. Енді шетін жіп орап, соңғы петля. Соңғы петля. Және осы маркер тұрған петлямызды қосып аламыз, маркеріміз шығарып аламыз. Мінекей 4 болды, жіпті орап, алғашқы үшеуінен бір шығарамыз. Соңғы екеуінен бір шығарамыз. Енді мына ең шеткі петлямыздан крючогымызды өткіземіз. Крючогымыз кіргізіп, жіп іліп алып, екеу болды, екеуінен бір шығарамыз. Бұл жерден де тағы маркерімізді кіргізе тұрайық. Енді әрбір айналдырып келіп, жібімізді соңғы рет енді бір жүргізіп шығамыз, жай накетпен ілмек ілу арқылы жай ғана. Бұл бізде аяқ киіміміз өте әдемі, жиегі осындай аккуратны, жинақы болып тұру үшін жүргізіп шығамыз. Алдымен мына сары жіпке крючогымызды кіргіземіз ол үшін. Жұмысшы жібімізді іліп аламыз. Тоқмамызды осылай кішкене жібімізді бірде қылып қоямыз. Оны білесіздер, арасына ұстап отырып, тоқып кетеміз. Бұл жіпті ұстап отырып. Бір ілмек іліп аламыз. Іліп алдық. Енді әрбір столбегінен, жанындағы әрбір столбектен екі реттен алып отырамыз. Бір. Десеңіздер, бұл ұзындау столбек, сондықтан екі. Бұны мына узорға дейін ғана солай екі-екіден әрбір петлясынан екеуден аламыз. Қалған жерлерін мына узордың тұсындағын бір-бірден алып тоқимыз. Тоқу барысында түсінесіздер деп ойлап отырмын. Бұнда жіп орамаймыз, тек ілмек ілу арқылы. Біреу, мынау екеу. Енді келесі ұзын столбектен де екеу өткіземіз. Бір, келесі екеу. Ұзын столбектен екі-екіден алдым, екі без накид. Енді әрі қарай мына узордың петляларынан бір-бірден алам. Каждыйынан әрбірінен бір-бірден алам. Келесі. Әрбірінен бір-бірден. Мына жағындағы тағы ұзын столбектардан екі-екіден алып, сонымен бітіреміз. Басқа ешқандай қиындығы жоқ. Енді мына шетінде мына маркердегі жібімізді қосып аламыз. Үшеу болды, үшеуін бір аламыз. Маркердегі жіпті қосқанда үшеу болды, жіпті орап, үшеуінен бір аламыз. Әрі қарай, әрбір ұзын столбектер қалды, ол ұзын столбектен екі рет алып тоқи береміз. Мана қалай бастап тоқыдық,
бас жағын тура солай мына жерінде тоқып шығамыз. Міне жібін қиып тастадық. Енді ары қарай әрлі-берлі өткізіп жібін жасырып тастаймыз. Осылай. Сонымен тоқымамызды аяқтаймыз. Міне қыздар, аяқ киіміміз дайын болды. Өте ерекше, әдемі, күшті болып шықты. Тоқыңыздар, үйреніңіздер, біліңіздер. Маған лайк басып, міне қыздар, өте әдемі тілектеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.